Алғыс хат. Құрметті Гүлбаршын Дәкенқызы. Сізді 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге өңіріміздің тарихы мен мәдениетін зерттеу мен насихаттаудағы еңбегіңіз, сонымен қатар Ақмола облысы тарих-өлкетану музейімен ынтымақтастық құрып, көптеген жобаларды жүзеге асыруға үлес қосып келе жатқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Өзіңіз еңбегіңізді арнаған саланы дамытуға сіңірген белсенді қызметіңіз, тың тарихи мәдени жаңалықтарыңыз енгізуге озық ойлы кемел қабілетіңіз тәнті етпей қоймайды. Жастарға ұлағатты ұстаз өнегесіз. Осынау жарқын мереке күні сізге мәңгілік жастық алауын, шынайы сүйіспеншілік шулаған тілейміз. Әрқашан шаңырағыңыздың берекесі кетпесін, үйіңізден жылылық кетпесін. Көктемнің гүліндей құлпырып, әсемдік пен әділеттіліктің иесі болып жүре беріңіз. Асқаралы атақ пен берекелі беделіңіз бола берсін. Құрметпен, Қуаныш Ғибадатұлы Шақшақ. Я очень рада. Для меня это очень неожиданно, приятно, что в преддверии международного праздника 8 марта приехали домой, поздравили. Большое спасибо вашему руководству, Қуанышу Шақшакову, заму, Анара Амантаевне и всему коллективу. Хочу поздравить в такой знаменательный день всех женщин нашего областного музея, вообще всех женщин с нашим праздником, Международным днем 8 марта. Пожелать в этот весенний день счастья большого, самое главное здоровья, успехов, чтобы всегда наши женщины улыбались, тепла им дома, в доме, уюта, мира и добра. Спасибо вам большое. Поздравляю.